төмшеге саулап, сосын бұзауын қасына ертіп, үйдің қасына шығарып жібереміз. Екінші еген сүтін бұзауы қайта өзі емеді. Бір әлімберім шелек толуға жақындады. 5 минут 44, 5 минут 50, 5 минут 56 секунд болып жатыр. Сауылғанына бір шелек толуға жақындап келе жатыр. Уже 6 минут болды. Мал сауы дейтінде ол да оңай емес. Біраз адамның да ыңғайы керек, уақыт та керек, күш жігер де керек. Бірақ есесіне табиғи таза сүт өнімін алуға болады. Қазір бір сарқып сауып аламыз. Сосын екінші еген бұзау өзі емеді. Сосын үйдің қасына кішкене жайылысқа шығарып жібереміз. Қазір мына обедке жақын келіп тұрған уақыты сиырдың. Екінші еген оны да көрсетем сау. Осы бір сауған жарайды. Соны көрсетті.
Бұл енді өрістен жайылып келіп тұрған кезі. Жалпы енді сиырдың сүті желінде емес тілінде деген қазақта мақал бар. Дұрыс тамақтанып тұрса, дұрыс құнарлы шөпке жайылса, жем жесе, онда сүт береді сиыр. Бірінші табиғи өзінің сүттілігіне де қарайды. Екінші жейтін өзінің құнарлы шөбіне, жеміне байланысты. Қазір міне шелек кішкене тасуға жақындады. Қазір 8 минут 38 секунд болды сауылып жатқанына. Бұл мекенжай Маңғыстау облысы Шайыр ауылы Жарысу шаруа қожалығы. Жарысу деген жер қанат шаруа қожалығы. Шелегін тасып отыр. Екінші жауымыз жоқ. Міне бір шелек сүт алынды. Әйесінде жарты шелекте сүт қалыпты. Тағы сау шешсін. Тағы сау шешсін. Самат. Осыған сау бер. Осыған? Мейлі сау бер. Екінші шелекте самат. Сау бер, көрейік. Бір адамдардың сұрауы бойынша сауып жатырмыз видеоға көрсетейік деп. Қазір 10 минут 24 секунд өтіп жатыр сауылғанына. Жарайды. Толды ғой шелекке. Ал осы ағайындар. Осындай сиырлар бар сатылатын.